Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге франшиза деген қандай бизнес екенін айтатын боламын. Франшиза қолданыста жүрген танымал брендтің сауда белгісінің тауарын, жұмысын, қызмет түрін коммерциялық мақсатта таратуға рұқсат алу. Франчайзинг бұл бизнес ұйымдастырылу тізбегі бренд иесі жеке тұлғаға немесе компанияға, яғни франчайзиге өз өнімін сатуға, таратуға құқық береді. Отандық сауда айналымдағы әлемдік танымал брендтердің барлығы, оның ішінде қазақстандық маркалар да бар. Сауда белгілер, тұтыну тауарлары, киім-кешек, автокөліктер, азық-түлік, тіпті компьютер ойындары мен кинофильмдер франшизаға жатады. Бір сөзбен айтқанда, келісімшарт арқылы жергілікті кәсіпкерлер шетелдік және отандық өнімді отандық нарықта сата алады. Франшизаның ұтымды тұстары. Шетелдік франшиза жергілікті кәсіпкерлер үшін бағыт-бағдар, идеялар мен үлгі алу алаңы. Кәсіпкерлікке қабілеті бар іскер адамдар шетелдік бизнес жобалардан керегін алып, отандық нарыққа икемдеп, жаңаша қалыптастыра алады. Қазақстанда шетелдік франчайзингтің болуы ішкі экономикаға жақсы әсер етеді. Әлемнің брендке айналған сапалы тауарларын, бизнестегі қызмет көрсету түрлерін күнделікті көру, күнделікті тұтыну арқылы сапалы дүниеге сұраныс өседі. Мұндай талап жергілікті франшиза компанияларға қойылса, олардың жұмыс істеуі, қызмет көрсету секторы дамиды. Белгілі бір бизнес түрімен айналысу үшін жақсы бизнес жоспар, жүйелі сызба құру қажет. Бұл бизнестің іргетасы, ал франшиза арқылы жаңадан жоспар құрудың қажеті жоқ. Өйткені барлығы қадам-қадам бойынша тізбектелген, дайын жоба түрінде саудаланады. Кәсіпкер франшиза мен франчайзи арасындағы келісім-шартта екі тараптың құқықтары, міндеттері, арнайы жеңілдіктер мен франчайзидің талаптары жазылады. Көбінде жолға қойылған франшиза бизнесі бірден алға басады. Әдетте тауарына алғашында ғана жарнама, хабарландыру жасау жеткілікті. Жақсы сапалы әрі әлемде танымал брендтің тұтынушылары өздері ағылады. Мәселен, Starbucks пен McDonald's секілді брендтердің елімізде ашылып, жұрттың соларға ағылуы сөзімізге дәлел. Сондықтан франшиза өнімі қысқа мерзімде өзін ақтай алады. Отандық франшиза сұраныстама. Қазақстан франчайзинг қауымдастығының мәліметінше, Қазақстандағы нарықта отандық франшизалық компаниялардың үлесі 20%-ды құрайды. Қауымдастықтың алдағы жоспар бойынша отандық франшизалардың үлесін арттыру көзделген. Неге шетелдік брендтер нарыққа төзімді? Ең алдымен алпауыт елдер тауарларына жарнама жақсы жасалады. Екіншіден, шетел тауарлары біршама маңызды өлшемдерге жауап береді. Тауарлары сапалы, арзан және көзін жауын алардай танылуан. Қазақстандық кәсіпкерлердің басты бәсекелестері Ресей, Қытай және Америкадан келген франшизалар. Сондай-ақ нарықта Еуропа елдері, Түркия, Аустралия, Израиль, Жапония өкілдері де бар. Қазақстан секілді жас мемлекет үшін бұл ортада қалыптасу уақыт еншісінде. Бүгінде франшиза көлемі бойынша Азия мемлекеттері жетекші позицияларға ие. Дамушы елдер өздерінің франшиза үлестерін көбейтумен айналысып келеді. Мәселен, Бразилия ішкі франшиза үлесі 90%-ға жеткізді. Қазақстан франчайзинг қауымдастығының мәлімдеуінше, бүгінде 20%-ды алдағы уақытта 2-3 жыл ішінде 50%-ық көрсеткішке өсіру көзделген. Қазіргі таңда отандық франчайзингтің жылдық табысы 3 миллиард теңге межесіне жетіп қалды. Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында даму қорының бастамасымен франчайзингтің және франшизалық бизнесті екінші деңгейлі банктер арқылы қаржыландыру қолға алынды. Тиімділігі жоғары франшизалар. Қазақстан нарығындағы шетелдік франшизалар негізінен киім-кешек пен азық-түлік секторына тиесілі. Азиялық опа-далап, балалар мен жасөспірімдерге арналған оқыту, тілдік бағдарламалар, оның ішінде ментальды арифметика, туристік фирмалар, мейрамханалар мен қонақ үй шаруашылығы, медициналық орталықтар, экологиялық таза өнімдер франшизаларының тиімділігі жоғары. Франшиза қанша тұрады? Бүгінде Қазақстан нарығындағы франшизаны сатып алу үшін кемінде шамамен 1 миллион теңге қажет. Брендтің танымалдылығына қарай бұл көрсеткіш өсе береді.
Мәселен, Coca-Cola, McDonald's, Baskin Robinson, Adidas, Benetton секілді танымал брендтердің франшизасы миллиондаған теңгені тұрады. Франшизаны басқа да бизнес жобалары секілді біліктілік пен тәжірибе арқылы жүзеге асыруға болады. Егер осы салада бизнес ашқыңыз келсе, ең алдымен франшиза түрін таңдау керек. Франшиза бұл тауар, оны таңдауға жоғары мән беру абзал. Бүгін нарық ұсынған ауқымдылықта франшиза сатып алушы мамандығына, жанына жақын саланы таңдап алуға мүмкіндігі бар. Осы саладағы білімді арттыру үшін түрлі семинарлар мен тренингтердің маңызы жоғары. Нарықта дайын франшизаларды саудалап отырған делдал компаниялар жеткілікті. Олар тұлғаның қаржысы есебінен оның бизнесіне оңтайлы франшиза тауып беріп қана қоймай, қысқа мерзімде табыс әкелетін топтағы брендтерді анықтап береді. Сонымен қатар нарықта шетелдік алып сатар компаниялар көп. Брендті ары қарай дамыту, сату, пайда табуды оқытады. Өздерінің клиент табу базасының қызметін қоса ұсынады. Алайда бұл қызмет тұлғаның қалтасын қағуы мүмкін. Кез келген жаңа нәрсеге, әсіресе бизнеске аса үлкен жауапкершілікпен қараған жөн. Белгілі бір франшизаны сатып алмай тұрып, оны жергілікті жерге бейімділігін, географиялық ерекшеліктерді саралаған жөн. Бизнес жобасын іске асыруға дейінгі сауалнамалар, мониторинг, бәсекелес орта, нарық көлемін зерттеу қажет. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.